Өмірімді өзгерткен желтоқсан, бірінші бөлім, қапаста. Қымбатты менің тыңдармандарым, менің каналыма тіркеліп, өз ойларыңмен бөлісіп, комментарий жазып отырыңыздар. Рахмет. 1987 жыл, маусым айының басы. Айнала сонау көкжиекке дейін тұтас жасыл жамылғыға малынып, алуан түрлі балғын гүлдер көз қытықтап, күллі дүние қолпырып тұрған рәушті мезгіл. Ен дала түлеп жаңғырған, табиғаттың жанды жансыз барша жаратындысы, береке шаттыққа бөленген осы бір мамыражай күндері, тарс бекітілген лас терезелеріне ұсақ көзді темір тор тұтылған қаракөлеңке, тар сасық купеде өзім тағдырлас 10 шақты адаммен қысылысып, еркімнен тыс жол үстінде келе жатқан менің жаным жүдеу, тәнім шаршаңқ еді. Ертең не болар екен деп елең-алаңмен өткізген алғашқы 2 айдан астам уақыттың батпан жүгі өз алдына. Одан кейінгі қауіпсіздік комитеті мен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы абақтыларында тергеуде жатқан 3 ай, ең соңында үкім кескен 3 күндік сот барысы бәрі жан жүйкемді іштен жеп, әбден қаусатып тастағандай. Бәрінен де осыған дейінгі барша саясаты мен ізгі іс-әрекетіне имандай ұйытқан күн көсем партиясының өзін-өзі әлемдегі ең гуманистік ел санайтын көп ұлтты алып КСРО-ның оның әділетті алтын заңы мен мәртебелі тұлғаларының шынайы өмірдегі соншама қатыгез 2 жүзді болмыстарын бетпе-бет келіп көзіңмен көру. Күліп ойнап, бірге оқып, бір жүрген жора жолдастарының қорқақтығы мен сатқындығына куә болып, қиянатты салдарын өз басыңнан кешу. Тас еденді тар қапас камералар мен сыртыңнан жабылатын салдырлаған ауыр темір есіктердің салдыр гүлдірі, тас жүрек конвойлардың өктем жекіп зекіруі, бәрі шаршатқан. Бұл қалай деп қамыққан көңіліңнен зәр запыранын еститін құлақ сірә жоқ. Басыңа түскен мың батпан бейнет пен жападан жалғыз қалғаныңды өзің ғана сезінесің. Сезінген сайын шарасыздық батпағына бата бересің. Өн бойымды буған алапат бір ұйқы бар. Шіркін-ай деймін ғой, кеудені керіп, тыныстап, аяқ-қолды көсіліп жатып, тәтті ұйқыға батар ма еді? Еркін жату былай тұрсын, кең мол отырудың өзі арман. 10 шақтымыз жоғары төмен полкаларға 3-4-ден бөлініп, кезектесіп, жатып, отырып, амалдап келеміз. Желімдей жабысқан кірпіктерім еріксіз айқасады. Терезе жақ бұрышта бүктетіле отырған күйде шымырлап, ұйытқан ұйқы құшағына шым батып, еніп барам. Жоқ, терең ми қатпарларымнан атойлап бас көтеріп, шырмауықтай шырматылған ой желісі ұйқы-ұйығымды тас талқан етіп, дәл 6 ай бұрынғы сонау ызғарлы желтоқсан күндеріндегі қат-қабат оқиғаларды көз алдымнан тізбектеп өткізе бастайды. Өң мен түстің арасында сүлесоқ бір халде отырып, сол тізбекті ойша тарқатамын. Өмірімдегі қуанышты күндерім еді. 10 күн бұрын ғана, яғни 1986 жылдың 6 желтоқсанында тұңғыш ұлым Жақсылық дүниеге келді. Алды-артыңды аңдатпай, айдалаға ала қашатын, басы қатты асаудай, жастық албыртық пен аңғыртықтың бейкүнә періштесі. Әке болдым деген бір жұмбақ сезім жүрегімді қытықтайды. Іштей, ендігі өмірімді Жақсылық атаулыдан жаңылдырмас жалауым болғай деп қайталай беремін. Әйтеуір беймәлім бір шуақ кеудемді тербеп, арсалаңдап қуана жүріп, анасы мен екеуін перзентханадан 15 күні шығарып алғам. Алматының тау жағындағы Алатау совхозы деп аталатын жоғарғы бөлігінде Арман автостанциясы жағында пәтерде тұрамыз. Столичная көшесі 59 үй. Медучилищеде оқитын қарындасым Гүлжан қолымда бірге тұратын. 16 желтоқсан күні түс қайта сабақтан шыққан бойда тезірек үйге жетіп,
баламды көруге асықтым. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумы болып, Қонаев өз еркімен арыз беріп, құрметті демалысқа шығыпты дегенді оқу корпусының ұзын коридормен жүріп келе жатып естідім. Ол жаңалыққа соншалықты мән бермедім. Қонаевтың кететіні алдын ала белгілі, бәрімізге түсінікті болатын. Үйге барсам, енем келіпті, келінімен бірге. Жас босанған қызына қалжа беруге қой сойып ала келген екен. Қазанда ет қайнап жатыр. Шақалақты бір иіскеп алып, теледидар қарап отырсам, Қонаевтың орнына Колбин дегенді қойыпты деп жаңалықтардан көрсетіп жатыр. Өзі сырттан келген, аты жөні белгісіз біреу, аты да заты да бейтаныс. Сол кезде бір түрлі басыма қан шапқандай болды. Хош, біз оны білмейміз, ал ол ше? Бізді бүкіл республиканы басқаратындай, ол өзі қазақтарды біле ме екен? Қазақтың тілін, дәстүрін ше? Әлде қазақтың тілінде сөйлемей-ақ, тарихын білмей-ақ, қазақ елін көрінген көлденеңді көк атты басқарып кете беруге бола ма сонда? Әділдік қайда, теңдік қайда? 15 одақтас республиканың бізден басқа қайсында өзге ұлт өкілі басшылық етіп отыр? Жуас түйе жүндеуге жақсы деп, қазақтың момындығын басыну ма? Ұлттар теңдігін ту еткен кеңестік кезеңнің 70 жылға жуық шежіресінде республикалық партия басшыларының бірлі жарымы болмаса, қазақтардың жоққа жуық екенін болашақ тарихшы маман ретінде бес саусағымдай жақсы білемін. Бұл не сонда? Лайықты саясаткер қайраткерлер қазақтың өз ішінде, тіпті Қазақстанда жоқ дегені ме? Ұлттардың өзін өзі басқаруы деген партиялық қағиданың бекер болғаны ма? Сол қетіп пайда болған жұдырықтай тас кеудемді жарып шығардай сұрапыл соққымен көкірегімді іштен түйгілеп тұрып алды. Бір қарасам, киініп, үйден шығып автобуста келеді екенмін. Әл-Фарабидің бойындағы Қазмуд қалашығы аялдамасынан түсіп қалдым. Қазандағы асқа қарамай, қызуғандылықпен шығып кеткенімді асқазаным шұрылдағанда барып ойладым, бірақ кері қайтпадым. Қазму қалашығындағы өзіміздің тарихшылардың жатақханасында орным бар, 309 бөлме. 2 бала отыр екен, сөйлестік. Бөлмеден шығып, баспалдақпен төмен түсе бергенде басқа жігіттермен жолығып қалдық. Есік алдында тұрып, әрі-бері өткендермен пікір алмасқан соң, жатақханадағы студенттерді жиып, кеңес құрайық деп шештік. 6-шы жатақхананың жоғарғы төменгі қабаттарын аралап, қыз-жігіттерді 4-ші қабаттың фойесіне жинадық. Құрметті қыздар, жігіттер, осылай да осылай пленум болып, сырттан әкелінген Колбин дегенді республика басшылығына тағайындағанын өздерің де естіп жатқан боларсыңдар. Қазір жариялылық ел азаматы ретінде өз пікірін ашып айтуға әркім-ақ құқылы. Осы туралы кім айтады, не айтады? Десек, ешкім үндемеді. Сосын өзім ортаға шығып, жиналысты жүргіздім. Болған жағдайдың орынсыз екендігі туралы өз ойымды ашып айтып, негіздеген болдым. Осыған байланысты сендер не дейсіңдер деп сөзге тартып, біраз қыз-жігіттерді сөйлеттік. Сол жиналыста айтылғандарды жүйелеп жіктеп құрағанда мынадай 3 түрлі ұсыныс болды. Пленум шешімін қолдамайтындығымыз туралы Мәскеуге хат жазу. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің шешіміне наразылығымызды білдіру ретінде 17 желтоқсан күні сабаққа бармай қалу, яғни протест. Орталық Брежнев алаңына 17 желтоқсан күні бейбіт митингіге шығып, наразылығымызды білдіру, яғни демонстрация. Осы кезде жатақханада тұратын факультет комсомол комитетінің хатшысы Иманқұлов Мұрат пен студенттер кеңесінің төрағасы Алпысбаев Талғат екеуі келді. Олар, бұл әрекеттерің дұрыс емес, себебі сендер партия мүшесі емессіңдер. Бұл мәселені ертең факультетке барып айтасыңдар. Енді тараңдар, деп студенттерді тарата бастады. Сол жерде Мұрат екеуміз сөзге келіп қалдық. Ол басшы, мен орынбасарымын. Жалпы көпшілік тарап кетті.
Біз де өз бөлмемізге келдік. Бірақ мен байыз тауып отыра алмадым. Чернобыльге бірге барған достарымның бірі Камалданов Рашид деген жігітті шақырып алып, екеуміз журфакқа барайық деп шештік. Онда барсақ жым-жырт, ешкім көрінбейді. Түнгі сағат 11-ден асып қалған болуы керек. Ол жерден шығып, заң фак жатақханасына бардық. Онда да Чернобыльге бірге барған бірнеше жігіт тұратын. Барсақ, бәрі дүрлігіп жатақхананың алдында сыртта жүр. Оларға қосылып, орталық алаңға бармақ боп төмен жылжи бергенімізде, алдымыздан Волга мен университет партия комитетінен Бақытжан Жұмағұлов, университет комсомол комитеті хатшысы Баяндаров Мағзұм және Шәріпбек Әмірбеков тағы басқа белсенділер келіп тоқтады да бәрімізді кері қайтарды. Бәрің жатақханаға жүріңдер, мен сендерге түсіндіремін, деді. Бәріміз топырлап заңгерлердің 9-шы жатақханасына кірдік. Сол жерде жиналыс жасап, ол сөйлейді, біз сұрақ қоямыз. Тарих факультетінен біз Камалданов екеуміз ғана. Қалғандарының бәрі заң факультетінің студенттері. Сол жерде мен де сұрақ қойдым. Қазақ басшысы Қонаевтың кезінде біздің ұлттық тіліміздің жағдайы мүшкіл болды. Енді бірінші басшы болып, қазақтың тарихынан, тілінен бейхабар, сырттан бір орыс келгенде, ендігі жағдайымыз не болады? Тіліміздің жағдайы не болады? Қазақтың тілі шумерлердің тілі сияқты өлі тілге айналмақ па? Деп едім, Жұмағұлов дүрсе қоя берді. Ей, не армандап тұрсыңдар? Қазақтың тілі баяғыда өліп қалған. Ол енді тірілмейді. Сендер тілді аңсап жүрсіңдер ме? Армандамай-ақ қойыңдар. Одан да сабақтарыңды оқыңдар, осымен тарқаңдар, деп өктем сөйлеп, доқ көрсетіп, күшпен таратқандай болды. Шәріпбек біздің тарих факультетін бітірген және бізді танитын болғандықтан, Камалданов екеумізді жетектеп жатақханамызға дейін алып келіп кіргізді де өзі қайтып кетті. Біз де ішке кірген болдық та, артынша кері шығып, заң факультетінің жатақханасына қайта бардық. Сөйтіп, манаға айтқан Чернобыльдік достарымыз бар, басқа да біраз студенттер жиналды. Бұл не сұмдық, не істейміз, деп сол жерде ұзақ отырып сөйлестік. Оқиғаны талқыладық. Соңында бәріміз қабыл алған шешіміміз үнпарақ, листовка жазу және оны қала тұрғындары арасында таратып, 17 желтоқсан күні халықты алаңға бейбіт шеруге шақыру. Пленум шешімімен келіспейтіндігімізді білдіру болды. Иә, шеру бейбіт түрде өтуі керек. Мен тарих факультетінде 3-ші курста оқимын. Тарих факультеті болған соң, дәрістерде митингілердің қалай өтетіндігі туралы, оны дұрыс ұйымдастырып өткізу туралы саяси тақырыптар да шетелдер мысалымен оқытылатын. Сондай іс-шараларда арандатушылардың болатындығынан, тіпті олармен күрес жолдарынан да теориялық біліміміз болды. Болашақ тарихшы саясаткер ретінде мен осы жағын ортаға салдым. Ал заң факультетінің жігіттері болашақ заңгер мамандар заңдық жағын, яғни 1977 жылғы конституциялық заңға қайшы келмейтін сөздерді теріп қолданып, сол жерде отырып үнпарақтың нұсқасын жаздық. Онда сіздерді 17 желтоқсан күні сағат 14:00-де Брежнев алаңында өтетін бейбіт орталық комитет пленумының шешіміне қарсы наразылық шеруіне шақырамыз, деп жазылған үнпарақ мәтінін бір ауыздан бекіттік және мазмұны қолданыстағы заң нормаларына сәйкес деп таптық. Үнпарақты негізінен студенттер көп шоғырланған аудандарға тарату келісілді. Ертеңгі күні жауапқа тартылатынымызды біліп тұрмыз. Бірақ қылмыстық іс емес, әрі кеткенде әкімшілік жазалауға ұшырайтынымызды қаталдау кетсе, оқудан шығарылуымыз да мүмкін екенін межелеп отырмыз. Қалай болғанда, өміріміздің осы кезеңінде қолымыздан келетін батыл әрекетке баруға тәуекел етіп, соған бел байластық. Үнпарақ үлгісін дайындап алғаннан соң, енді кім қаланың қай аймағына тарататынын бөлістік.
Ертеңгісін, яғни 17 желтоқсан күнгі сағат 13:00 шамасында ректорат ғимаратының алдында жолығатын болып, келісіп, қоштасып тарқастық. Енді мұны көшіріп жазып, көбейтуіміз керек. Жатақханаға келгенімізде сағат түнгі 3 шамасы болып қалыпты. Бөлмеде бірге тұратын Жанысбеков Мұрат маған іні бауыр боп кеткен. Жасы кіші болғанымен курстаспыз, бірақ ол қазақ бөлімінде оқиды. Сол Мұрат екі досымен әңгімелесіп отырды. Қасындағы достарының жазулары жақсы екен. Дереу қағаз қалам беріп, көшіріп жазуға соларды отырғыздым. Әнеміне дегенше үшеуі үш жақтап жазып үйіп тастады. Шеруге шақыру. Таң ата жатқанбыз. Бір сағаттай ғана ұйықтадық қой деймін. Таңғы 7-лер шамасында тұрып, жуынып, шайынып, асханадан тамақтанып алып, көшеге шықтым. Қалтамның бәрі толған үн парақ, листовка. Тимирязев көшесіндегі киоскіден желімдегіш алдым. Сөйтіп, троллейбусқа отырып, қазіргі Байтұрсынов көшесімен құлдилап төмен кеттім. Бұрынғы Виноградов көшесінен жоғары Абай даңғылына дейінгі мединститут, физкультура институты тағы басқа орта оқу орындары студенттері мен жастар шоғырланған жатақханалар тағы басқа мекемелер менің аймағым болатын. Кейбірін есіктерге, кейбірін көшедегі көзге көрінетін бағандарға, аялдамаларға жапсырып келе жатсам, стоматология факультетінде оқитын Қойлыбай есімді құдам кездесіп қалды. Жүрген жеріңде тарат деп, оған бірнеше листовка бердім. Бәрін таратып болып, Абай космонавтар, қазіргі Байтұрсынов қиылысындағы спорт сарайы жанынан жоғары қарай автобусқа отырдым. Ұзын автобус екен. Қалтамда қалған үн парақтың соңғы 2 данасын сол автобус салонының артқы есігі мен терезесіне жапсырдым. 3-4 қыз бен жас жігіт тұрған. Мен жапсырған бойда бәрі өңіліп қарап жатты. Сұрасам, журфактың студенттері екен. Орталарындағы жалғыз жігіт Жуалыдамын деген. Сол жігітті кейін іздеп таппай қойдым. Айтқандай, жолда космонавтар Байтұрсынов көшесімен өрлеп, Сәтбаевтан өтіп бара жатып, автобус терезесінен қарағанымда, сол кездің өзінде Брежнев алаңында қара құрым адамдар қарасы көп екенін көрдім. Бұл желтоқсанның 17-сі болатын. Біз автобустан түскенде Қазму қалашығына кіре берістегі көп қабатты ректорат ғимаратының алдында қалың студенттер қаптап тұрды. Түскі сағат 1 боп қалған шақ. Түнде біз тарқасқанда таңертеңгі және түстен кейінгі кезекте оқиындардың тоғысатын мерзімі дәл осы түс әлетінде осы жерге жиналамыз деп келіскен едік. Студенттердің көптігі соншалық, кездеспек болған жігіттерді таппай табыса алмай қалдық. Мен келген бетте өзіміздің оқу корпусымызға кіріп, факультетті аралап шықтым. Университет комсомол комитетіне бардым. Міне, қалың ел жиналып тұр, не дейсіңдер? Ертең айтамыз деп жатыр едіңдер ғой кеше түнде. Айтпайсыңдар ма енді айтатындарыңды, десем, ондағылардың бірі. Жақсы болды, біз қазір барамыз, сен бара бер, деді. Қалың нөпір қашанғы тосады. Біреулер кеттік алаңға, деді. Сонымен селдей лықсыған қалың ел көшені толтырып, алаңға қарай сырғып жүріп кетті. Бұл жолы студенттерді тоқтатуға әрекет жасаған ешкім болмады. Біреулер галстугын шешіп, таяқшаға іліп, белгі беріп, көлік қозғалысын тоқтатып жатты. Тимирязев пен келе жатқан студенттер колоннасының басы Марков көшесіне жеткенде аяғы Қазму қалашығынан жаңа шығып жатты. Сапымызды бұзбаған күйі алаңға келіп жеткенімізде, ондағылармен көптен көріспеген туыстардай құшақтасып қауыштық. Біздің университет студенттері алаңға қалың қол боп барғандарының кинохроникасы да сақталған. Тарих факультетінің студенттері де түсіп қалған сол көріністерде. Қазақ болып атойладық. Алаңда айнала той думан секілді. Менің Қазақстаным, басқа да әндер шырқалып, біреулер мойнын созып, сөз сөйлеп, көпшілік жұрт қаннен қаперсіз күліп ойнап, қызу әңгіме айтысып жатыр.
Қыздардың помадасымен жазылған плакаттар пайда болды. Бір-бірімізді танымаймыз, бірақ барлығымызды біз қазақпыз деген ортақ бір ғана асқақ сезім биледі. Үсті-үстіне құйылып келіп, үлкен алаңды кернеп кеткен қазақ жастарының тасқынды екпіні мен лепірген көңіл күйлері бір-бірімізге біз біріксек қуатты күшпіз деген көтеріңкі көңіл күй мақтаныш сыйлады. Түс қайта ырду-дырду қозғалыс басталды. Үлкен алаң аузы мұрнынан шыға халыққа лық толған. Жан-жақтан топ-топ нөпір әлі де келіп жатты. Кеш түсе айнала қоршап тұрған милиция жасақтары мен солдаттар мен әрі-бері ырғасып, итерісіп, теке тіресу болды. Республика басшылары алма-кезек трибунадан сөйлеп, жиналғандардың тарқауын талап етумен болды. Алайда бәрінің де шыққанынан кеткені тез болды. Өздерінің әділдікті талап етуін елеп ескермеген билік басшыларына деген наразылықтарын жастар жаппай айғай-шумен, ысқырықтарымен білдіріп, тіпті қолға іліккен қармен атқылап, бәрін қуып жіберді. Өз басым сол күні жастардың арасында елге танымал жалғыз-ақ адамды көрдім. Ол атақты әнші Роза Бағланова апамыз болатын. Жылап жүріп, жастарды алаңнан аман-есен қайтуларын сұрап жүрді. Балалар, қайтыңдаршы, бекерге қырып салады ғой, айналайындар-ау, аттарыңды да ешкім сұрамайды деген өксікті үні әлі күнге құлағымда. Ал біз болсақ, апамызға не болған? Бізді не үшін кім қырады екен деп күлген едік. Сөйтсек, жарықтық шын мәнінде жұртының жанашыры асыл жан хас батыр кісі екен ғой. Сол кеңес өкіметінің өктем кезеңінің өзінде нәзік әйел басы мен Кремльдің төрінен қасқайып тұрып, Семей полигоны зардаптары арқылы, Арал теңізін суалту арқылы, қасақана жасалып жатқан қаскөйліктен қазақтың қасиетті жері мен қасіретті халқының тағдырына тайсалмай араша сұраған өр даусын, ерен ерлігін кинохроника жазбасынан енді осы күндері көріп біліп жатырмыз. Әбден қараңғы болып, көз байланған шақ. Бір мезгілде мінберге шығып, өзін республика прокуроры Елемесовпін деп таныстырған адам. Соңғы рет ескертемін, тарқаңдар, болмаса қылмыстық жауапқа тартыласыңдар, әскер күшін қолданамыз деп қорқытты. Менің Қазақстаным әнімен басталған бейбіт наразылық митинг күнінің соңы сойқан қанды қырғынға ұласып, қасіретті қуғын сүргінді түнімен аяқталатыннан бейхабар жастарды республика прокурорының даусындағы өктемдік пен зілді қоқан лоқы одан сайын дүрліктіріп, ашу ызаларын шектен шығара қоздатты. Елемісовтің ескертуінен кейін біраз уақыт өткенде Фурманов көшесі жақтан Сәтпаевтың бойы мен 10 шақты өрт сөндіргіш мәшине қатар тұрып, алаңдағы қалың халыққа қарай жүріп, жақындай бастады. Жай келе жатқан жоқ, қатты қысыммен атқылатып су шашып келе жатты. Жастар шулап, отырыңдар, отырыңдар, қорықпа, баспайды деп айғайласып жатырмыз. Бірақ жүргізушілердің қарайтын түрлері де жоқ. Адамдарды қағып соғып құлатып, екпіндеп келе жатыр. Оның үстіне қатты серпінмен атқылаған судың күшімен қыз-жігіттер қалпақтай ұшып, сүрлігіп құлап жатты. Талайымыздың үсті басымыз сорғалаған су болды. Амалсыз орнымыздан тұра қаштық. Қарап тұрсын ба, мынадай жауыздыққа шыдамай ызаланған жастардың бірі бір мәшиненің бензобагын ашты да от тастады. Әп сәтте лап етіп жалынға оранып, гүрс етіп жарылды да мәшине лаулап өртеніп кетті. Алаңдағыларды басып жаншып келе жатқан бірінші мәшине Байсейітова көшесінің тұсына келгенде өртенді. Содан әрі айғай-шу, қырғын төбелес басталды да кетті. Қалқан шоқпармен қаруланған милиция және әскерлердегі лап қойып, резеңке дойырлары мен сапер күректерімен соққылап шабуылға шыққанда, қалың халық жапырылып
артқа қарай қашты. Қуғыншылар құлағандарды сүйрелеп әкетіп бара жатқанда, жастар жағы айғай салып, қайырыла шабуылдап, жалаң қолмен жұдырықтасып, біразын босатып, кері алып қайтып жатты. Милиция мен солдаттар қайта шабуылдайды, біз қашамыз, сосын оларды қайта қуамыз. Алма кезек ұрандаған қолма-қол айқас болып жатты. Ақ үй жақтан айқыш-ұйқыс қайшыласып, күшті прожектор жарықтары ұрғылайды. Біресе олар алады, біресе біз аламыз. Қым-қуыт айғай шу. Біздерді бала күнімізден кеңестер елі жер шарындағы ең әділетті, ең шыншыл және гуманистік бақытты ел, оның құрамындағы барлық республикалар мен ұлттар тең, бір-бірімен бауыр, тату-тәтті деп тәрбиеледі. Оқулықтан кеңес жауынгерінің неміс баласын, өздерімен соғысқан жау елдің баласын жауып тұрған оқ астынан аман алып шыққан алып ескерткішінің суретін көріп, көзімізге сүртіп өстік. Отан, достық, бауырластық туралы, халықтың азаттығын қорғаған ер жүрек кеңес әскері туралы неше бір ән шырқап, өлең, тақпақтар айтып, би биледік. Міне, сол қайырымды да айбынды кеңес әскері сол түні Алматы алаңында бейбіт шеруші мың сан қазақ жастарына жан түршігерлік жауыздық пен күш қолданып антын бұзды. Қарусыз ереушілерді, өз елінің азаматтарын аяусыз соққыға жығып, қан жосағып, жаншып таптады. Ал үкімет басындағылар әккі қылмыскерлердей қылмыстарын жасыру үшін Алматыны түн басқанын күткен екен ғой. Өрт сөндіру мәшинелерінен соң резеңке дойыр сапер күректерімен қаруланып, қалқанмен қорғанған милиция мен арнайы әскери жасақтары көтерушілерге лап қойды. Өздерін қорғайды деп сенген әскер мен милиция жын ұрғандай жалаңқол жастарды ол қыз демей басқа көзге төбелеп асқан қатыгездікпен соққыға жықты. Үкімет пен әскердің бұл әрекеттері алаңдағылардың ашу ызасын туғызды. Әсіресе қазақ қыздарының қайтпас қайсарлығы жігіттердің намысын қайрады, күш қуат беріп, жігерлендіре түсті. Алаңдағы сол сәттердегі қиян-кескі қырғын шайқас сырт көзге жан шошырлық қорқынышты көрінгенімен, ортасында жүрген біздерде қорқыныш болған жоқ. Рас, кеңес өкіметі деген дүлей күштің алдында шарасыздығымызды сезіндік. Сорақысы сол, сонау сәби бала жасымыздан бойымызға сіңірілген кеңестік құндылықтар көз алдымызда күйреп жатты. Алаң шындық іздеп келген бізге де, мұздай құрсанған әскерге де өліспей беріспейтін екі арыстанның арпалыс майданына айналды. Менің түйсігіме түйгенім, біз сол күні қазақ болып атойладық. Түнгі сағат 10-10:30 шамасында мен алаңнан қайттым. Біріншіден үсті басым малмандай су болды. 2 күннен бері жөнді тамақтанбағам, қарным аш, әбден шаршап қалжырағам. Екіншіден, студент болып жүріп, қосымша қарауыл болып жұмыс істейтінмін. Бірінші Алматыдағы 82-ші балалар бақшасында түнгі кезектегі қарауыл әрі аула сыпырушымын. Оған мен кешкі 7-де баруым керек болатын. Байсейітова көшесімен төмен түсіп, Абай Сейфуллин қиылысынан бірінші Алматыға жүретін экспресс автобуспен Шолоховқа дейін жетіп алдым. Түнгі суық ұрып тұр, бардым солай, әупірім деп. Су киімдеріме сауыс боп, саудырлап мұзғата бастаған. Жұмыста мен ауыстыратын егделеу жастағы ұйғыр әйел бар еді. Ол тас талқан болып, айғайды салып қарсы алды. Осы уақытқа шейін қайда жүрсің? Сен үшін түнге дейін отырдым ғой осы жерде, деп. Апай, ауырып тұрмын, сырқаттанып қалдым, түрімді көрмейсіз бе? Дедім де қойдым. Есікте қамалдым. Жұмыста түнедім. Таңертең асығыс ауланы сыпырып, тазалаған болып, жұмысымды атқарып, үйге қайттым. Түндегі жаурап тоңғаным басылған жоқ. Үйге бара ыстық тамақ ішіп, жылы төсекке кіріп, түске дейін ұйқымды қандырам ғой деп, үйге келсем, қарындасым жалғыз отыр, басқа ешкім жоқ. Неге жалғызсың? Менің қатын балам қайда?
Өткенде кешкісін сіз кеткен соң ертесі таңертең қайынатаңыз келіп, әйел бала шағаңыздың бәрін алып кеткен, дейді. Апыл-ғұпыл шай ішіп алдым да дедектеп саяхат автовокзалына бардым. Автобусқа отырып, есіктің арғы жағындағы Көктөбе деген колхозға, әке-шешесінің үйіне барсам, үйінде отыр. Пәруайы пәлек. Оу, бұл қалай? Бір ауыз айтпай, ескертпей, бұл не тірлік деймін. Сөйтсем, саған қатын бала керек емес екен ғой, біз қызымызды алып кеттік, деп әке-шешесі өзіме сөйлейді. Бұл не сөз? Сізіңше мен ұлымның атын жақсылық қойып алып ұшып жүргенім бекер ме? Менің отбасымда не шаруаларыңыз бар, деймін. 5-ші перзентханада туылғанда баламның атын жақсылық деп қойып, құжаттарының бәрін өзім әзірлеп, кәдімгідей қуанып, шапқылап жүріп шығарып алғам. Енді қайтсын, қайтарыңдар үйге десем, ақыры кеп қалды, енді қырқынан шығарып, бірақ қайтарайық, деді әке-шешесі. Мен сабаққа кешігетін болдым деп, тізе бүкпей кері қарай қайта жолға шықтым. Алматыға баратын автобусқа отырмақ боп, әлгі ауылдан шығып, есіктің автовокзалына келдім. Ойымда ештеме жоқ. Келсем, Алматыға баратын жастардың бәрін милиция тоқтатып, кейін қайтарып жатыр. Мен студентпін, сабаққа баруым керек, десем, студент болсаң, сірә да бармайсың Алматыға, деп екі милиционер екі қолтығымнан жармасып, әй-шәй жоқ, ровд-ға апарып қамап қойды. Сол кезде барып ішім қылп ете қалды. Кеше түнде алаңнан өзім қайтып кеткен соң, өзгелер де мен құсап тарқап кетті деп ойлағам ғой. Оның үстіне отбасымдағы күтпеген жағдаймен салпақтап, қала сыртындағы ауылға барғаным бар, сабағыма үлгере алмай қаламын ба деген сияқты қобалжу бар. Алаңдағы уақиғаға алаңдауға мұршам болмай кеткен. Дереу қалталарымды ақтарып қарасам, ішкі қалтамның біреуінде бір листовка қалып қойыпты. Әлгіні алақанымның ішіне ұстап отырып, дыбысын шығармай мыжғылап жырттым да ескі жылу батарейкасының артына тастадым. 2-3 сағаттан соң жауап алуға апарды. Жағдайымды айттым. Жазып бер деген соң, қайын жұртыма, бала шағама кеше келгем. Сенбесеңдер тексеріп сұраңдар. Өзім студентпін, сабаққа баруым керек, деп жазып бердім. Сұрастырған болу керек, бір уақытта жіберді. Гүлжан алаңда жарақат алыпты. Салып ұрып үйге келсем, қарындасым жылап отыр. Басы дап-дала қан, таяқ жеген, шошып кеттім. Өй, саған не болды? Деймін. Алаңға барып едім, басымнан соққы алып, қолға түсіп қалдым. Қалай құтылдың? Ұстап алып, милиция әкетіп бара жатыр еді, бір қазақ офицер аға тоқтатып, қолыма бір дипломат ұстатып, осы дипломатты ал да кет, қаш бұл жерден, деп босатып жіберді, дейді. Ол кімнің дипломаты? Білмеймін, жаңағы аға ұстатып жіберді, ашқан да жоқпын. Дипломатты ашып қарасам, Азвидің студентінің дипломаты екен. Қарбаласта жаны қысылып, қолындағысын тастай қашқан болуы керек. Анау милиция офицері азамат боп тұр ғой, жас қыз деп бұны босатып, және ертеңдері тексеріс қуғын болатынын біледі. Тағы бір қазақ баласының тағдырын ойлап, оның затын қоса беріп жіберген. Әрі-бері ойландым да, студент билетін жыртып, отқа тастап, дипломатты үйдің маңындағы өзеннің суына ағызып жібердім. Сосын қарындасымның басын спиртпен сүртіп тазалап, саған енді Алматыға қалуға болмайды, деп вокзалға алып барып, Шымкенттің пойызына отырғызып жібердім. Гүлжанды шығарып салып, жатақханаға барсам, ешкім жоқ. Көрші бөлмеде, қазақ бөлімінде оқитын Бақытжан Мамытбеков тұратын. Күн сайын таңертеңгілік екеуміз 7-8 шақырымдай бірге жүгіріп жүретінбіз. Соған кіріп, жағдай сұрасам, өзім де білмеймін не болып жатқанын. Төмендегі вахтердің қасына қосымша кезекші күзетші қойып тастады. Сыртқа ешкімді шығармайды, деді. Екеуміз 2-ші қабаттың балконынан секіріп түсіп, қайтадан алаңға кеттік. Тағы да троллейбусқа отырып, Тимирязев космонавтар мен Абай даңғылына барып түстік те, әрі қарай жаяу кеттік. Бұрынғы бейбітшілік,
Қазіргі желтоқсан көшесіне жақындай бергенімізде алдымыздан жөңкіліп жан ұшыра қашып келе жатқан жастарды көрдік. Шамамен 100-150 адам, арасында қыздар да бар. Не болды деп сұрап үлгірмедік. Түрлері жан шошырлық, қаш деген үрейлі дауыстар ғана естіледі. Қас қарайып қалған кез, арттарында кімдер қуып келе жатқанын да көре алмадық. Амал жоқ, солармен қосыла біз де кері қарай қаштық. Жер тайғақ, табан жолға алаңдап жүгіріп келе жатып, қасымдағы жігіттен көз жазып қалдым. Дүркіреп Сейфуллинға жақындағанымызда мен биік үйлердің ауласымен төмен қарай түсіп кеттім де Шевченкоға шығып, оның бойымен оңға қарай жүрдім. Әлі де кете салғым жоқ. Байсейітова көшесіне дейін жетіп, қайта жоғары өрледім. Абайды кесіп өтіп, алаңға жақындағанымда бірақ байқадым. Алдымда мұздай қаруланып алған топ-топ әскер жасақтары топырлап тұр. Бұл 18 желтоқсанның кеші болатын. Деректі мәліметтер. 1986-ның желтоқсанында алаңға шыққан халық саны 25-30 мың адамға жеткен. Демонстранттарға қарсы 50 мың әскер жасақтары мен 20 мың милиция қызметкерлері тартылған. Оларға қосымша арматура кесінділері мен қаруланған 15 мыңға дейін ерікті жасақшылар шыққан. Сонымен бірге 15 БТР, 20 өрт сөндіруші мәшине бөлінген. Деректер Америкалық Хельсинки тобының зерттеулері мен академик Қозыбаевтың зерттеулерінен алынған. Амал жоқ, кері бұрылдым. Көше бойына шықпай, үйлердің арасымен аула-ауланы сағалап жүріп отырып, Сейфуллин Абайдың қиылысынан бір автобусқа отырып, Гагариннен түстім. Одан әрі бізге баратын 40-шы автобуспен Арман автостанциясына, одан әрі тағы жаяулап, үйге жетіп, жалғыз қондым. Кейін білдік. Ол күні жан-жақтан арнайы дайындықтан өткен өңшөң бас кесер әскерлерді алдырып, қаладағы зауыттардың орыс жұмысшыларынан ғана ерікті топтар құрып, қолдарына арматура кесінділерін ұстатып, бүкіл Алматы көшелерін бақылауға алып, жалғыз жарым ұшырасқан қазақтарды үлкен кіші, әйел, еркек демей бас салып, ұрып-соғып, қазақ аулау басталып кеткен екен. Сол қанды желтоқсанның 17-сі, 18-і, 19-і күндері кейін айтылған ресми мәлімет бойынша 2 адам бақилық болды. Алматының абақтылары ереуілшілерге толды. Сыймағандарын қала сыртына, мәшинеге тиеп, ен далаға шығарып, сырт киімдерін сыпырып алып, өздерін есінен танғанша соққыға жығып, сай шұңқырларға көліктен аударып тастап кеткен. Жүздеген адам ауыр жарақатпен ауруханаларға түсті. Осы сойқанның салдарынан көптеген қыздарымыз ана болу бақытынан бір жола айырылды. 100-ден астам адам сотталып, 2-і ату жазасына кесілді. Дәл осы күндері арғы бергі тарихтан білетініміздей, кеңестің аяусыз жазалаушы репрессия мәшинесі орталық жоспарлап берген қан құйлы құйын операциясын іске асыруға білек сыбана кіріскен екен. Бұларға Мәскеуден келген әккі тергеушілердің тегеурінді тобы қосылғаны да артынан белгілі болды. Алматыны тұңғиық үрей тұмшалады. Екпіндеп келе жатқан пойыз вагондары салдыр-гүлдір етіп, бір-біріне соқтығысып, ентелеп барып, кілт тоқтады да бір сәт айналаны тым-тырыс тыныштық басты. Шағын станция болуы керек, сырттағы сирек электр шамдарының жарықтары онсыз да шаң тозаң тұтып, қап-қара боп кеткен купе әйнектерінен өлімсіреп қана түсіп, тастай қараңғы купе ішіне болмашы сәуле себезгілегендей. Ұйқылы ояу бүктетіліп қанша сағат отырғанымды қайдам, аяқ қолым шымырлап, ұйып қапты. Қасымда төсенішсіз тақтай полкада қатарласа отырған екеуі айқыш-ұйқыш бастап қорылға басып жатыр екен. Қарсыда үшеуі, төбемізде екегіден бөлініп төртеуі жатыр.
жатыр деген аты ғана. Шуаш сасыған жалаң аяқтарын салбыратып, әне-міне төменге қалай құлап түсердей боп жармасып, жапырайып, олар да ұйқыға бас қойған. Бір ғана шуаш иісі емес, басты ауыртып, мөңкіп алып бара жатқан, қатырлақ қағазға орап жолға берген тұздалған балықтың иісі, қапырық ыстықтан иістеніп бұзыла бастаған тұзы удай ащы балықты асқазаным шұрылдап, қарыным аш отырғанымен аузыма сала алмағам. Бәрімізге ортақ жалғыз бөлке қатыңқырап қалған қара наннан қолыма іліккен бірер турамын шайнаңдап қанағат еткенмін. Тағы бір екеуі мен құсап жарытып ештеме жемегенмен өңгөлері тақыл-тұқыл нанға тоймай тұзға бұқтырылған сол балықтарды қабақтары кіржиіп отырып біршама қаужаңдаған. Әуелде алыстан естілген темір балғаның вагон доңғалақтарын тоқылдатқан дыбысы бірте-бірте жақындап дәл терезе тұсынан өтті. Орнымнан ақырын тұрып, салбыраған аяқтардың арасындағы кеңістікте керіліп, бой жазған болдым. Астында жатқандардың бірі атып тұрып, әй-шәй жоқ, ұмтылып кеп, есікті тоқпақтап, тепкілей бастады. «Ей, су беріңдерші, қаталап өлетін болдық қой әкеңнің!» Сырттан селт етіп жауап қатқан жан баласы болмады. Манадан бері есікті, купе қабырғаларын қанша соққылап тепкілегенмен бір-ақ рет «Ей, бас, мазан алмай тыныштал, туалетке шығу, су ішу мерзімі ертең таңертең, станцияға кідіргенде ғана болады. Шөлде бөліп бара жатсаң, дәретіңді іш» деген боқтық аралас келеке жауап естілді. Мөңкіген иісіне қарамай, бұзылған тұзды балықты жеп, көні кепкен тамақсау байғұстың түрі шынында да кісі аярлық еді. Оған шөл қысып, әзер жатқан өзгелері де қосылып, үн қатпаған күзетші солдаттарды сықпырта боқтап, балағаттап, іштерін кептіріп жатты. Тұтқындарды қолдан қинап, шектен асыра азаптаудың атам заманнан келе жатқан бұл да бір тәсілі. Сығылысып, орныма жайғасып, үзіліп кеткен ойымды қайта сабақтадым. Қамзолдаевпен қайта ұшырастым. Хош, сонымен 18 желтоқсан күні кешкісін алаңға екі қайтара ұмтылып жүріп, қоршаудан өте алмай, қолға түсіп қалудан қорғалақтап, үйдің ауласымен сағалап қашып, пәтеріме түнделетіп кеш жеттім де, нәр сызбай төсегіме құладым. Келесі күні түске қарай сабаққа бардым. Автобустан түскен бетте ұшырасқан таныстарым, курстастарым, «Біз сені әлдеқашан ұстап әкеткен болар деп ойлап едік», деп шу ете түсті. Желтоқсанның 17-сі күні қалың студенттер легімен бірге Қазму қалашығынан шығып, орталық алаңға барар жолда әлгі үнпарақты листовканы бірге жазған тағы бір досым Орал Исмағұлов екеуміз сырт киімізді ауыстырып кигенбіз. Ол жерде суретке, киноға да түсіруі мүмкін екенін, артынан іздестіріп қуғындайтынын да алдын ала сезіп білгенбіз. «Деканаттан сені іздеп жатыр», деді бәрі шулап. Деканаттағылар қасыма біреулерді ілестіріп, шұғыл ректоратқа жіберді. Ректор Әділ Ерғожин болатын. Оған жетіп үлгергенімше қарсы алдымнан Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкері КГБ-ның Қамзолдаев шыға келді. Азамат екен, ешкім естімейтін бәсең, бірақ нық дауыспен: «Бұрынғы болған оқиға туралы жақ ашушы болма», деп жалғыз ауыз ескертуін айтып үлгерді. Қамзолдаевтың өз саласы бойынша біздің Қазмудың кураторы екенін, менің жастық аңғарттығыма түсіністікпен қарап, көктемде екеуміздің арамызда болған әңгімені ешқайда жеткізбей, мені аман сақтап қалғанын сонда барып іштей болжалдадым. Онымен ертерек танысу тарихымыз есіме оралды. Сол жылдың мамыр айы болатын. Университеттің үлкен акты залында Добрынинмен кездесу болатын болды. Ол адам кім? Неге ол адаммен кездесеміз деп сұрасақ, ол кезде КСРО-да 2 палаталы
парламент болатын. Ұлттар кеңесі және халықтық депутаттар кеңесі. Ұлттар кеңесінде әр республикадан депутат сайланады. Қазақстаннан ұлттар кеңесіне сайланған Алматылық Қойшыманов деген кезінде қалалық партия әлде комсомол комитетінің бірінші хатшысы болған ба, сол жылдардағы қайта құрудың екпінімен ол кісіге қылмыстық іс қозғалып, жұмыстан қуылып, депутаттықтан да айырылған екен. Енді соның орнына Добрынин дегенді сайлау керек екен. Добрынин деген кім деп сұраймыз ғой. Сөйтсек ол 8-9 жыл КСРО-ның Америкадағы елшісі болған адам екен. Енді ұлттар палатасына Қазақстанның атынан өтпек. Яғни бұл мемлекет қазынасынан жем жейтін жұмыс тауып беру дәстүрі ғой. Бірақ оның Қазақстанға ешқандай қатысы жоқ екені анық. Қазмудың филфагы, журфагы, исфагы бәрі бір корпуста. Юрфак пен физфак бір корпуста. Сол екеуінің ортасында үлкен акты залы бар. Сонда барасыңдар деді. Сол жерге жиналып жатқан курстастарға: бұл дұрыс емес, қайдағы бір айдаладағы адам ғой дедім. Айғайлап айтпасам да солай деп қолымды бір сілтеп шығып кетіп бара жатыр едім. Фойеде комсомол хатшылары тағы бір топ белсенділер тұр екен. Сен қайда барасың? Жұрттың бәрі жиналысқа келіп жатыр, деді біреуі. Қазақстанға қатысы жоқ адамды сайлайын деп жатырсыңдар. Керегі не оның? Өздерің сайлай беріңдер, деп қайырылмай кітапханаға кетіп қалдым. Содан бір ай өткен мөлшерде ойымда түк жоқ, Қазму қалашығы ішінде жалғыз аяқ жолмен келе жатсам, қасыма қатарласып келіп, біреу қолтығымнан ұстайды. Үстінде плашы бар. Танымадың ба? Дейді. Жоқ, таныған жоқпын. Кімсің сен? Деймін. Былай шығып сөйлесейік, деді. Юрфактың алдында орындығы бар алаңқай болатын. Сол жаққа бара жатып, сен осындайсың, осындайсың деп, менің күллі өмір тарихымды айтып келе жатыр. Мен туралы бәрін біледі екенсің ғой. Менімен танысуға келдің бе? Деймін. Жерлестеп іздеп келген Шымкентшақтың баласы мекен деп те ойлап қоям. Біраз әңгімеден соң барып корочкасын көрсетеді. Сөйтсем, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінен Қамзолдаев деген капитан ба, майор ма, сондай бірдеме отырған соң әңгімесін айтты. Сен өткенде осындай әңгіме айтыпсың. Айтқаным рас, деймін. Онда тұрған не бар? Ол күлді. От бойынып жүрген жоқсың ба? Деді. Айтса несі бар? Ұлттар палатасына сол ұлт өкілін сайлау керек емес пе? Қазір демократия ғой. Сен кімсің дегендей оны көзіме ілмей өзімше сайраймын. Менікі де жастық, албырттық қой. Ол маған байқап жүр, деп ақылын айтып кетіп қалды. Есімде қалғаны үлкен кісі емес, көзі көкпеңбек, өзі сап-сары тығыршықтай жас жігіт болатын. Міне сол Қамзолдаев күтпеген жерден алдымнан шығып, әлгі сөзді ескертті де, қолтығымнан ұстап, 7-ші қабаттың бір бөлмесіне жетектеп кіргізді. Бөлмеде 4 адам отырды. Мені қарсы алдына отырғызған кісі өзін Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінен құралған тергеу тобының жетекшісі майор Жетпісов деп таныстырды да жауап алуға кірісті. Өздерінің келісілген тәсілдері солай болу керек. Қалған үшеуі ту сыртымнан қайшылас перекрестный сұрақтар қойып отырып тергеді. Түзету мекемесінде тарс-тұрс есік қағып, сыртқа шығуға жиналыңдар деген күзетші конвойлардың бұйрықты айғайынан бірақ ояндым. Басымнан кешкен уақиғаларды есіме алып жатып, қалай ұйықтап кеткенім есімде де жоқ. Тастай қатып, талықсып, ұзақ ұйықтасам керек. Бір шама тыңайып қалған сыңайлымын. Алматыдан шыққалы 1,5 әлде 2 күн жүрдік пе? Қолтықтаған жол қапшықтарымызбен бірінші шық, екінші шық, үшінші шық деп санамалап шығарып жан-жағымызға қарауға мұршамызды келтірмей дедектетіп вагон баспалдағына тақай қойылған терезе тесіксіз арнайы автокөлікке 30-ға жуық тұтқындарды сығылыстыра басты. Айнала арсылдаған ит пен қарулы күзет тұр. Қайда келдік, қайда бара жатыр?
беймәлім. Кіре берістегі автоматпен жайғасқан қос конвой мен арадағы ішкі темір есіктің жоғарысындағы алақандай терезенің тор көздерінен ғана сәуле түсіп тұр. Вагон купесіндегі сасық ауадан құтылдық па деп қуанғанымызбен қуықтай шағын көліктің ішінде ауа тарлығын айтпағанда тізе бүгер жай жоқ. Бойыңды тіктеп те тұра алмайсың, төбесі аласа. Бүкшиіп бақайшағымызға шейін шүмектеп қара терге түстік. Әлден уақытта көлік тоқтап, манағы тәртіппен санамалап сыртқа шығарып, жан-жағы тікенек сым темірмен қоршалған түрме қақпасының алдында сап түзетті. 5-10-нан бөліп камераларға жайғастырды. Бұрыннан отырғандармен тілдескенде барып, Қарағанды қаласының түрмесінде екенімізді бірақ білдік. 3-4 күн сонда ұстады. 4-ші күні жанымдағылардың бәрін алып кетті де, камерада жалғыз қалдым. Бұлары несі? Деп аң-таң боп, ойым саққа жүгіріп отырғам. Бірер сағаттан соң есік садырлап ашылды да, еңгезердей төт орысты кіргізіп, сыртынан құлыптап, қайта жауып кетті. Әжік-күжік әңгімелерінен білектері мен көкіректеріндегі көгала татуировкадарын, олардың түрмені өз үйіндей көретін әккі рецидивистер екенін аңдадым. Бұлардың мені басқалардан бөлектеп алып қалғандағы ойларында бір сойқан болды ғой, деп неге де болса іштей тас түйін дайын отырдым. Бірақ келгендер мені көздеріне де ілмей, қайын жұрттарына қыдырып келгендей-ақ емін еркін жайғасып алып, біреулері ұйқыға бас қойса, бір-екеуі өзара қызу әңгімелесіп кетті. Сол күні түс ауа мені де алып шығып, көз үйренген бүркеншік автозак көлігі мен Абай қаласындағы түзету мекемесіне жеткізді. Әуелде Алматыдан этаппен жөнелткенде қайда баратынымызды айтпаған. Мұнда келген әзірде 2-3 күн бөлек камерада карантинде ұстап, 3-ші күні ғана сыртқа шығарды. Шашты алып, жуындырып, сол жердің киімдерін берді. Қап-қара кенеп сияқты матадан тігілген өлшемі үлкен киімдерді киіп алғанда, 2 құлағым қалқайып, рәпетім қашып, ұсқынсыз албасыздай боп шыға келдім. Нөмірі 39-шы қатаң тәртіптегі түзету колониясына түсіппін. Бұл кісәпір кеңестік жүйенің зұлымдығын әйгілейтін қанқұйлы сталиндік репрессияны іске асыру мақсатында құрылған аты шулы Қарлақтың құрамындағы жабық мекемелердің бірі. Бұл өңірдің табиғаты да аса қатал екені белгілі. Сол күні-ақ тікенек сым қоршаудың екі жағында тұрып, Ерлан мен Ерлан Декелбаев дауыстап сөйлестік. Мен әлі өзімнің қай отрядқа баратынын да білмей аңтарылып тұрғамын. Тағы бір желтоқсаншының келгенін естіп, карантиннен шығатын күнімді тосып, қарайлап жүрсе керек. Өзі де 65-ші біздің баппен отыр екен. Ол сонда, сені Темірланның жігіттері күтіп алайын деп жатыр, деді. Мені таң қалдырғаны, сен кімсің, қандай баппен, қанша жылға кесілдің, жолда қалай келе жатырсың, деген сияқты сіз туралы әңгіме деректің бәрі қандай жолмен екенін білмеймін, ол жаққа өзіңнен бұрын жетіп қалады екен. 5-ші отрядқа бөлді. 2 қабатты темір төсектің жоғарғысына аты жөнімді жазып қойыпты. Жайғасып жатқаным сол еді, бір жігіт келіп, сені күтіп алайық деп отырмыз, деді. Шынымды айтсам, менің есіл дертім ұйқыда еді. Әлі күнге сілем қатып, ұйықтағым кеп тұр. Мен түрмеге түскен кезде басқалар құсап, түрмеде қалай болады, не болады деген сияқтыларды қазбалап, қызықтап сұрамаппын. Ештемеден хабарым жоқ. Менің түсіндігімде, сен өзің қандайсың, солай болып өмір сүресің. Ондағылар өз іштерінде блатной, мужик деп бөлінетін де бара білдім. Мужиктер жұмыс істейді, блатнойлар жұмыс істемеу керек, бірақ олар да істейді. Сонымен жаңағы келген жігіт, жүр бізбен бірге танысайық, өзің Шымкент жақтың баласы екенсің, әңгімелесіп шай ішейік, деді. Барсам, 5-6 адам Темірланның жігіттері екен.
Шифер құйып қарсы алды. Мен шифер ішпеймін, шай ішіп отырдым. Жағдайымды сұрап жатыр. Кімдерің бар дейді. Оларда кейін біліп жатырмын. Жаңа адамның жағдайы бар, артынан іздеп келе алатындай туған туыстары мықты адам болғанын қалайды екен. Жататын уақыт болғанда өзімнің отрядыма қайтам деп едім, олар шырттай қылып киіндіріп жіберді. Өлшемі дұрыс лафсан шалбар, көйлек, аяғыма ыңғайлы бәтеңке берді. Киініп алдым да кеттім. Ертесі асханаға тамаққа барсам, жұрттың көзі менде, көж-көж әңгіме. Сонда мен небәрі 2-3 күндік карантиннен соң шығып тұрмын. Ал үстімде блатнойлардың жап-жаңа ықшам киімдері. Менің ештемеде шаруам жоқ. Ұйқымды қандыра алмай дел сал боп жүрмін. Артынан білдім ғой, түрмеде семейка дегеннің болатынын. Күн сайын жұмыстан келген соң, сонда барып, бар уақытымды солармен бірге отыруым керек екен. Ал мен келемде тамағымды ішер-ішпестен ұйықтап қалам. Бір күн ұйықтағам, 2 күн, 3 күн ұйықтаймын, хабардаспаймын. Мен ойлағам, өзіміздің ауылдың балалары екен, киімдерді маған сыйлыққа берген болды ғой деп. 3-ші күні шырт ұйқыда жатсам, түн ортасында біреулер келіп түртеді. Не десем, өткенде танысқан бір жігіттің атын айтып, сол өткенде берген киімдерді сұрап жатыр деді. Киімдерің әне, анау тұр, ала бер деп қайта қорылға бастым. Ертесі күні таңертең тұрып қарасам, жаңа киімдердің бәрін алып, орнына өз киімдерімді іліп кетіпті. Амал жоқ, сол албасты киімдерді қайта кидім. Сөйтсем, ол жерде ондай лафсанды блатнойлар киеді, немесе ақшасы бар адамдар киеді екен. Мен болған колонияда көптеген отрядтар бар. Әр отряд өзгесінен тікенек сымдармен торланып, бөлініп тасталған 2 қабатты баракта жатамыз. Бос уақытта демалатын шағын ауласы бар. Жұмыс істейтін жақ өндіріс зонасы, промзона деп аталады. Ол бөлек, зауыт секілді өндіріс орны. Қанда сол жаққа өтіп барып, жұмыс істеп, кеш бата қонуға осында қайтып келеміз. Бір отрядтың өзінде әртүрлі іспен, әртүрлі баптармен жатқандар бар. Кісі өлтіргендер де, ұрылар да, ақша жеп қойғандар, көлік апатын жасағандар деген сияқты бәрі бар. Бірақ ешкіммен шаруасы жоқ. Өз жөніңмен жүрсең болды. Ондағылар ертеден қалыптасып қалған ішкі дәстүр бойынша жаңа айтқандай топ-топ болып өмір сүреді. Сол топтар өздерімен өздері ортақтасып нан алады, шай ішеді, әңгіме дүкен құрады. Әр топ қырынатын тұстарадан, лезвиядан шай қайнатын электр қайнатқыш кипятильник жасап алған. 2-3 литрлік банкілері бар. Өз топтарымен ортаға орындықтарды қойып, нанын жеп, шайын ішіп отырады. Мен ешкімде шаруам жоқ, өзіммен өзім жүремін. Көбіне көп, баяғыша жұмыстан келген соң төсегіме қисайып жатамын да, осы жерге жеткенге шейін не болып, не қойғанын, қалай болғанын ой елегінен қайталап өткізе бастаймын. Әңгіменің жалғасы бар. Қымбатты тыңдарман, жалғасын ертең тыңдайтын боласыздар.